Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біздің бүгінгі алғашқы сабағымыз 472-ші бұйрыққа сәйкес қысқа мерзімді жоспар жасауға арналады. Біздің курсымыздың тақырыбы заманауи ұстаз, табысты ұстаз деп аталады. Біздің бүгінгі сабақтан білетініміз 472-ші бұйрыққа сәйкес қысқа мерзімді жоспар жасау. Оқу мақсаттарында нені ескеру керекпіз? Сабақ мақсатын қоюда неге Блум таксономиясын ескеру керек? Бағалау критерийлер мен дискриптивтердің тапсырмалармен өзара байланысы. Ондай болса, сабағымызды бастайық. Орта білім беру ұйымдарының педагогтары жүргізу үшін міндетті құжаттардың нысандары ретінде біздің 472-ші бұйрықтың екінші қосымшасы болып, қысқа мерзімді жоспардың үлгісін беріп отыр. Бұл Білім және ғылым министрлігінің ұсынуымен 2021 жылы 16 қыркүйекте ұсынылған. Бірінші алдарыңызда көріп тұрғандай, бірінші білім беру ұйымының атауы жазылады. Яғни сіздің жұмыс жасап отырған мектептеріңіздің толық атауы жазылады. Одан кейін тақырып орта білім беру ұйымдарының педагогтарына арналған сабақ жоспары немесе қысқа мерзімді жоспар деп ортада тұрады. Содан кейін барып сабақтың тақырыбы жазылады. Одан соң осындай графа түзіледі. Бірінші графаға бөлім жазылады. Одан кейін педагогтың аты жөні, күні, сынып, сабақтың тақырыбы, сосын оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары, сабақтың мақсаты. Сыныптың тұсына қатысушылар саны мен қатыспағандар саны жазылып, бұл белгіленіп отырады. Мына графалар сіздің тарапыңыздан толық толтырылуы керек. Енді сабақ барысында бізде алдында 130-ші бұйрықта бағалау графасы жоқ болатын, осы 472-ші бұйрықта осы графа қосылған. Бұл жерде сабақтың барысында бірінші сабақтың кезеңі болады. Оны сабақтың басы, ортасы, аяғы деп 3 кезеңге бөлген және оны уақытқа бөліп отырады. Одан кейінгі графада педагогтың әрекеті жазылады. Одан кейінгі графа оқушының әрекеті. Одан кейін бағалау және соңында ресурстар. Бұл сіздің пайдаланатын көрнекіліктеріңіз. Енді бұны осы толық графаны толығымен толтырып сабақ мақсаттарыңызға жету, бұл сіздердің педагогтердің өз шеберліктеріне байланысты. Сабақ жоспарынан аталған тармақтары міндетті болып табылады. Мына тармақтары педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы нөмірі 293-ші 6-шы заңының 7-ші бабы 1-ші тармағы 1-ші тармақшасына сәйкес педагог кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы нөмірі 604-ші бұйрығымен бекітілген тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптары сақталған кезде кәсіптік қызметті ұйымдастырудың тәсілдері мен нысандарын еркін таңдауға құқығы бар. Егер сыныпта мүмкіндігі шектеулі оқушылар болса, әдістемелік бірлестіктермен мақұлданған жеке бағдарламаларды бейімдеу және жүзеге асыру бойынша әрекет қарастырылған. Бізде білім және ғылым министрлігі ұсынып отырған 2018 жылғы 31 қазандағы 604-ші бұйрығымен біз жалпыға міндетті стандарттың талабына сәйкес жұмыс жасауымыз міндеттеп отыр. Енді оқу мақсаттары. Біздің алдында аталып өткен графадағы оқу мақсаттарын айтып өтетін болсақ, бұл оқу бағдарламасынан алынады. Оқу бағдарламасы жалпы мемлекеттік стандарттан алынады. Оны білім және ғылым министрлігі ұсынады. Енді оқу мақсаттары стандартқа негізделгендіктен оны өзгертуге, ауыстыруға болмайды. Оны орындау міндетті болып табылады.
ұзақ мерзімді жоспар жасаған кезде бізде код тұрады. Ол кодтардың расшифровкасын түсіндіріп өтетін болсақ, бірінші мысал ретінде Қазақстан тарихы пәнін алатын болсақ, бірінші тұрған мынау 7 сыныпты білдіреді. Екінші тұрған бұл бөлім. Мысалға, Қазақстан тарихында 7 сыныптың 3 бөлімі Қазақ жоңғар соғыстары деп аталады. Ал мынау 3 тұрған 1 бұл тақырып және мазмұны. Жоңғар басқыншылығына қарсы отан соғысының басталуы деп аталады. Ал 2 бұл осы жерде оқу мақсаттары пайда болады. Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талдау деген оқу мақсатын бұл арнайы оқу бағдарламасынан алып отырған. Мынау соңғысы оқу мақсатының коды болып табылады. Екінші бізде сабақ мақсаттары бар. Бұл сабақ мақсаттарын жоспарлауда, ұйымдастыруда, өткізуде сабақ мақсатын айқындаудан басталады. Бұл жерде әрбір ұстаздың өз шеберлігі басым айқындылыққа өтіп отыр. Себебі ол сабақты қандай әдіс тәсілмен өткізеді, сабақ мақсатына қалай жетеді, ол ұстазының шеберлігіне байланысты. Осы сабақ мақсатын қоюда біз бірінші кезекте Блум таксономиясының деңгейлерін қолдану арқылы қоятын боламыз. Яғни білу түсіну бөлігі бойынша көпшілігі, яғни оқушылардың көпшілігі осы стандартқа сай кітаптағы тапсырмаларды тақырыпқа сай біліп түсініп шығуы керек. Ал екінші қолдану деңгейі, қолдану талдау, кейбір көпшілігі болса, кейбірі бұл жерде яғни 4-тің баласы алып шығатын деңгей, ал мына жоғарғы деңгей дарынды балаларға арналған жинақтау бағалау. Бұл біздің қазіргі сабақ мақсатымыздағы алып отырған мынау барлық оқушы көпшілігі кейбірі дегеннен осы Блум таксономиясының бөліктері ретінде алынады. Мысал ретінде біз мына жерде сабақ мақсатын көрсетіп отырмыз. Тарих пәнінің тақырыбы тағы да Атила және оның жаулаушылық соғыстары деген. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 5.1.1.3 деп алынып отыр. Ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету деп аталып тұр. Енді осы оқыту мақсатына сәйкес сабақ мақсатын қойып отыр. Бұл жерде білу түсіну бойынша барлық оқушылар халықтардың қоныс аудару себептерін түсініп, ғұндардың негізгі қоныс аудару бағыттарын айқындап, картадан көрсетеді. Яғни, мына оқу мақсатының негізгі мақсаты осы барлық оқушылар қамту керек, яғни білу түсіну деңгейінде. Енді көпшілігі, яғни қолдану деңгейінде көшпелілердің әскери өнер жетістіктерін сипаттайды. Ал кейбірі бағалауда, жинақтауда қоныс аударудың маңыздылығын мысалдармен дәлелдейді. Ал сіз осы көпшілігі және кейбіріне арналған тапсырманы қалай жасайсыз? Осы жерде бізге бағалау тарихын айтып өткіміз келіп отыр. Бағалаудың алғашқы жүйесі Германияда пайда болған. Ол 3 пайдан тұрған, әрқайсысы разрядтарды білдірген. Осы разрядтар бойынша оқушылар үздіктер, орташалар және нашарларға бөлінген. Уақыт өте орташа разрядтың өзін 2 классқа бөліп отырған, себебі оқушылардың көпшілігі осы разрядта болған. Осылай 5 ұпайлық шкала пайда болған екен. Бағалау деген сөз жақын отыру деген мағынаны білдіреді. Басқа адамның не айтып, не істегенін, немесе өзін-өзі бақылау жағдайында дербес ойлауын, түсінігін, тәртібін мұқият бақылау болып табылады. Бағалаудың 2 түрі бар. Бізде қалыптастырушы және жиынтық бағалау. Қалыптастырушы дегеніміз ол оқу үшін бағалау. Қысқартқанда ÖÖБ дейміз. Бұл оқушылардың оқуына ықпал ету болып табылады. Ал оқуды бағалау, жиынтық бағалау бұл баға қою, сертификаттау, оқудың қорытындысын шығару болып табылады.
Қалыптастырушы бағалау бұл формативті бағалау, баланың оқуын үздіксіз бақылау үдерісі болып табылады. Қалыптастырушы бағалау бағасыз бағалау болып табылады. Бұл критерийлерге сәйкес бағалауға негізделеді және кері байланысты меңзейді. Қалыптастырушы бағалаудың мақсаты оқу үдерісінің барысында мұғалім мен оқушы қызметін түзету. Қалыптастырушы бағалау оқу нәтижесін жақсартуға бағытталған. Ал жиынтық бағалау білім және оқу дағдыларының қалыптасу деңгейін анықтайтын бағалау, ол төмендегі жағдайларда жүзеге асырылады. Мектеп дайындап өткізілген ішкі жиынтық бағалау 90 соңындағы оқу ақпаратты блогын меңгергенде, яғни ТЖБ алғанда бағаланады. Ұйым дайындап өткізетін бастауыш, негізгі және жоғары мектепті аяқтағандағы сыртқы жиынтық бағалау, бұл емтиханды айтып отыр. Енді жиынтық бағалаудың мақсаты белгілі уақыт ішінде оқушының білім, білік дағдылары мен құзыреттіліктері қалыптасу деңгейін және алынған нәтижелердің стандарт талаптарына сәйкестігін анықтау болып табылады. Бұл суммативті бағалауды біз міндетті түрде сынып журналына қоюымыз керек. Ал критериалды бағалау оқу бағдарламасындағы күтілетін нәтижелерге жету мақсатында оқушылардың білім алудағы жеке даму жолына түзетулер енгізуге мүмкіндік беретін, оқушының оқу жетістігін алдын ала нақты анықталған бағалау критерийлерімен сәйкестігін бағалау болып табылады. Критериалды бағалауды біз қалыптастырушы бағалау кезінде оқыту үшін бағалау, бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек және кезекті деңгейге қалай жету керек екенін анықтау үшін оқушылар мен олардың мұғалімдері қолданатын мәліметтерді іздеу болып табылады. Ал жиынтық бағалау оқуды бағалау кезінде бір оқушының жетістіктерін белгіленген нормаларымен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейі мен ара қатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады. Мұндай қорытындылар стандартқа немесе әдетте балл немесе деңгей түрінде межелікке сәйкес емес деген нысанда болады. Енді сіздерге бағалау критерийлерін толық түсіндіріп өтетін болсам, мысал ретінде мына үйді алып отырмыз. Бұны осы үйді жасау үшін қандай бағалау критерийлерін қоямыз. Бірінші біз үйді жасау үшін іргетасын істеуіміз керек, одан кейін бөлмесін, одан кейін қабырғасын, одан кейін шатырын. Енді осы критерийлер негізінде біз үйді қалай ары қарай салып бітеміз. Енді бұл жерде бізге дескрипторлар керек. Іргетасын жасау үшін бізге оның көлемін, құрамын білуіміз керек. Ал бөлмесін жасау үшін оның ауданын білуіміз керек. Қабырғасын жасау үшін көлемі, құрамы қандай болады, оның обойы қандай болады деген сияқты ол уже анығырақ болады. Шатырының да құрамы, көлемі қалай болады, оны профнастелден ба неден істейміз, соны уже тереңірек анықтап білу бұл дескрипторге жатады. Енді мысал ретінде көрсететін болсам, бұл жерде тағы да тарих пәнінің әміршіл әкімшіл жүйенің зардаптарын талдай алады деген критерийін алып отырмыз. Осы критерийдің өзін 4 дескрипторге бөліп отырмыз. Әлеуметке тигізген зардаптарын анықтайды, экономикаға тигізген зардабын анықтайды, саясатқа тигізген зардабын анықтайды, техникаға тигізген зардабын анықтайды деп осы критерийдің 4 дескрипторын алып отырмыз. Енді осы дескрипторге жету үшін қандай тапсырма қолданамыз? Яғни әсет кестесін толтыру арқылы мына дескрипторлерді орындайды. Бұл жерде жеке жұмыста мәтінді оқи отырып, оқушылар әсет әдісімен 20 ғасырдың хал ахуалын жіктейді. Осы әдіс арқылы оқушылардың жеке-жеке бағалауға мүмкіндік туады. Осы графаға әлеуметтік, экономикалық, саяси, техникалық деп тигізген зардаптарын оқушылар жіктеп жазып беріп, жеке-жеке бағалануға мүмкіндік туатын болады. Енді осыдан келіп бізге кері байланыс пайда болады. Бұл мақсатқа алып баратын нақты әрекеттер, жағдайлар туралы пікірлерді беру және алу үдерісі. Кері байланыс мұғалімге оқыту үдерісі қалай жүріп жатқан туралы, оқушылардың жетістіктері мен проблемалар туралы түсінік береді.
Кері байланыс екі түрде болады, ауызша және жазбаша. Оның негізгі талаптары бар: нақты, түсінікті, дер кезінде және тақырып бойынша болуы тиіс. Жетістіктер мен кемшіліктер туралы ақпараттандыруы керек. Бірін-бірі сыйлау жағдайында өту керек. Оқушыға дұрыс жауап беруге, қателерді түзетуге, немесе ойлау бағытын өзгертуге уақыт беру керек. Жетістікті қамтамасыз ету керек. Енді мұғалім ұстанымдарына толықтыратын болсақ, кеше мұғалім оқушы басты жауы менен төмен тұрушы деп есептесе, бүгін оқушы дос, тең құқылы серіктес деп ойлайды. Кеше мұғалім оқушы менен аз біледі және барлық жағдайда дұрыс түсінбейді деп ойласа, бүгін оқушы кей жағдайда менен де терең түсінеді және біледі деп ойлайды. Кеше мұғалім оқулық пен шектелу дәстүрлі оқыту әдісін қолданса, қазіргі кезде оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін қолданады. Кеше мұғалім үлгі бойынша жұмыс жүргізсе, бүгін танымдық белсенділігін арттырып отыр. Кеше мұғалім оқушыны оқуға міндеттесе, бүгін оқушының қызығушылығын оятуды ойластырады. Кеше мұғалім оқушы мұғалімнен қорқу керек деп ойласа, бүгін оқушы мұғаліммен сыйласу керек деп ойлайды. Кеше мұғалім оқушы проблемасы өзгенің проблемасы деп ойласа, бүгін оқушының проблемасы менің проблемам, оған қалай көмек беруім керек деп ойланады. Кеше мұғалім оқушыны үнемі бақылау керек деп ойласа, қазір өзара бірлесіп жұмыс жасау керек деп ойлайды. Осыдан келе қорытынды шығаратын болсақ, оқушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау біздің мұғалімнің басты міндеті болып табылады. Ал ол әрбір мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Алынған білімдік нәтижелердің алдын ала жоспарланған нәтижелерге сәйкестік дәрежесін анықтау керек. Қатысушыларға оқытуды бағалау, суммативті, формативті, критериалды бағалаудың сабақ үрдісіндегі маңыздылығын көрсету біздің маңызды басты талабымыз болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге енді тапсырма ретінде айта кететін бір жайт. Өз пәндеріңіз бойынша осы бүгінгі түсінген сабақтарыңызға байланысты КМЖ-ны жасап шығуларыңызды сұранамыз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.